Сәлем достар, менің каналыма қайта қош келдіңіздер. Бүгін біз жарамдылық мерзімі ұзақ апельсин кремін жасап жатырмыз. Сізге бұл рецепт ұнайды. Тек табиғи ингредиенттермен терімізді жасартамыз. Бір апельсинді ас содасымен жуамыз. Содан кейін ағынды сумен жақсылап шайыңыз. Бір тамшы су қалдырмай жақсылап кептіру керек. Апельсиннің қабығын майда үкіштен өткізіңіз. Апельсин қабығы С витаминіне өте бай. С дәрумені терінің қартаюын бәсеңдететін күшті антиоксидант. Кокос майы кез келген тері түріне арналған тамаша табиғи ылғалдандырғыш. Кокос майы әсіресе экземасы немесе созылмалы құрғақ терісі бар адамдар үшін пайдалы болуы мүмкін. 4 ас қасық кокос майын қосамыз. Е дәрумені майы жасушаларды қалпына келтіруге көмектеседі. 10 капсула қосамыз. Е дәрумені пигментацияны азайтады және терінің қартаюын болдырмайды. Кокос майы қосылған апельсинді 5 минутқа қоя тұрыңыз. Қоспаны дәкемен сүзіңіз. Апельсиндер пигментті дақтарды тиімді ағартады және қажетсіз әжімдерді кетіреді. Бізге алоэ вера гелі керек. Алоэ гелі жасушалардағы ылғалды ұзақ сақтайды. 2 шай қасық алоэ вера гелі және 1 капсула А витаминін қосамыз. А витамині коллаген синтезін ылғалдандырады. 1 капсула Е витаминін қосамыз. Біз дайындаған 4 шай қасық апельсин майын қосамыз. Қоспаны жақсылап араластырыңыз. Достар, видеоларымды көріп, қолдау көрсеткендеріңізге рахмет. Кремді кремге арналған контейнерге құйыңыз. Кремді 6 айға дейін сақтауға болады. Кремді бет терісі жақсы тазартылған теріге жағыңыз. Кремді бетке, мойынға және декольтеге жағыңыз. Крем сіңгенше ақырын уқалаңыз. Таңертең бетіңізді жуып, күннен қорғайтын крем жағыңыз. Сіз оны күнделікті пайдалана аласыз. Деніңіз сау болсын.